Теледидар бағдарламасы Таиландтың үлкен архипелагындағы су паркінен басталады. Негізгі көрікті жер Сето атты орка. Бұл теңіз жануарының ұзындығы 10 метрден асады, салмағы 5 тоннаға жетеді. Жұрт оларды кит өлтіруші деп қорқады. Оркалар мұхиттың ең жоғарғы жыртқыштары, тіпті басқа киттерді де аулай алады. Сонымен қатар олар аса зерек, мәселелерді шеше алады, өте әлеуметтік жаратылыстар. Сето 20 жыл бойы өзінің қабілеттері мен ақылдылығын көрсетіп келеді. Бағдарлама жүргізушісі көрермендерді паркке келуге шақырады, өйткені билет сатылымы теңіздегі осы түрді қорғауға көмектеседі. Күннің соңында орка жаттықтырушылары Челси мен оның досы Дана кездеседі. Үйге қайтар алдында олар жұмыстары туралы әңгімелесіп, бірнеше апта бұрын жоғалтқан орка баласын еске алады. Бұл Данаға қатты әсер етеді, сондықтан ол паркте біраз уақыт қалып қояды. Досы кеткен соң Дана бассейнге барып, Сетоны шақырады. Жануар жауап бермейді. Жаттықтырушы суға түсіп күте тұрады. Бірақ көп ұзамай орка оны жемтігіндей айнала қоршап жүргенін байқайды. Қорыққан Дана шығуға тырысады, бірақ кеш болады. Үлкен жануар шабуыл жасап, жас жаттықтырушыны өлтіреді. Көрініс ауысады. Метти атты даяшы қыз жаңа ғана алған қосымша жұмысынан кейін мейрамханада тұрады. Кенет оның жігіті Чарли кіріп, онымен сөйлеседі. Жас жігіт қызды алдағы оқу бітіруімен құттықтап, виолончель пішіндегі алтын алқа сыйлайды. Метти таңғалып тұрғанда сырттан біреу көліктен түсіп, қару ұстап мейрамханаға кіреді. Жас жұп романтикалық сәтте болады. Қарақшы Чарлиге отыруды бұйырып, Меттиден кассадағы ақшаны талап етеді. Қорыққан қыз бұйрықты орындайды. Мойындағы алқаны көрген қарақшы оны да тартып алмақ болады. Бұл Чарлиді ашуландырады. Ол сыйлығын жоғалтқысы келмей, орнынан тұрып қарақшыға қарсы шығады. Чарлиді мылтықтың дұлдығымен бірнеше рет ұрып жатқанда, Метти көмектесуге ұмтылады. Қарақшы қызға қару кезенеді. Чарли оны итеріп жіберіп, оқ Меттидің құлағының жанынан өте шығады, бірақ қыз есінен танып құлайды. Чарли қарақшының қаруын тартып алып, оны жарақаттап қашуға мәжбүр етеді. Сыртқа жүгіріп шығып, қарақшы тастаған алқаны алып, серігіне қайтарады. Метти оның ерлігінен тәнті болады. Бірақ кенет қарақшы жүк көлігімен оралып, Чарлиді қағып өлтіреді. Метти қатты күйзеліске түседі. 1 жыл өтеді. Даяшы Метти жұмысқа дайындалып жатыр. Оның 2 құлағының да есту қабілеті нашарлап, есту аппаратын тағуы керек болғаны ашылады. Бірақ ол әлі күнге Чарли сыйлаған алқаны тағып жүреді. Үйден шығар алдында 1 жыл бұрын қаладан кеткен досы Хелен келеді. Ол Меттиді жұмысты тастап, шытырманға шығуға шақырады. Досын музыкаға қайта оралуға шабыттандырмақ болып, сынған виолончельдің қалған бөлігін сөмкесіне салып алады. Заттарын жинап жүргенде Чарлимен түскен ескі суреттерді көріп, естеліктерге беріледі. Хелен оны жұбатады, демалуға көндіреді. Метти жаңа ауа керек екенін түсініп, шақыруды қабыл алады. Екеуі Таиландтың Андман теңізіндегі аралдардың біріне ұшады да, әдемі курортта тұрады. Метти досына шақыруы және шынайы достық үшін алғыс айтады. Жаңарған соң екеуі жағажайға шығып, жас жігіттермен танысады. Бір кезде қолдан жасалған бұйым сатып тұрған әйелге тап болады. Хелен кит пішіндегі 2 ағаш мүсіншені ұнатып, Меттиге бұрын-соңды басынан өтпеген нәрсе істейтіндерін айтады. Олар оркалар әлеміне барады екен. Метти қарсы шығады. Ол Сетоны тұтқында көргісі келмейді, жануардың табиғатта еркін жүргенін қалайды. Бұрын онымен байланысы болғаны, тіпті дос санайтыны ашылады. Әсіресе баласынан айырылған соң оны көргісі келмейді. Баланың өлімі табиғи емес сияқты, мәйіті қайда кеткені де белгісіз. Досының ұнатпағанын көрген Хелен шығуды тоқтатады. Метти жеңіл дем алады, өйткені билет те алынған еді.
Кейін олар Джоштың дүңгіршегіне соғып, Метти оркалар туралы брошюра алады. Джош та жануардың аквариумда түрмеде отырғанына қарсы. Ол да Ситоның табиғатта болғанын қалайды. Кешке үшеуі бірге ішіп көңіл көтереді. Мас болған соң оркалар әлемінің қоршалған аймағына билетсіз кіреді. Күзетші өткенше күтіп, аквариум кіреберісіне жетеді. Метти жануарды көруге ішке кіреді, ал екі дос сыртта қалып, бір-бірімен айналысады. Аквариум алдында тұрғанда есту аппараты дыбыс сигналын қабылдайды. Көп ұзамай үлкен орка жақындап, оған тесіле қарайды. Метти теңіздегі ескі досымен қайта қауышқанына қуанады, бірақ жануардың көзінің үстіндегі тыртықты көріп, уайымдайды. Жоғарыда күзетші сыпырып жүріп, судағы бір нәрсені байқап, еңкейеді. Төменде Метти шу естіп бұрылады. Орка кенет бетке шығады. Қайта аквариумға қарағанда өлі адамның мәйітін көріп, айқайлап жібереді. Осы сәтте күзетші дыбысты естіп, тез тауып алады. Үшеуі қашып, парктен алыстайды. Күзетші радио арқылы біреуге хабарласып, бассейндегі жағдайды айтады. Парк басшысы жануарды жоюды бұйырады. Таңертең Хелен құмда ұйықтап қалған досын оятып, жаңа шытырман ұсынады. Ерте тұрып, үшеуі су скутерлеріне мініп, ашық теңізге шығады. Джош оларды тастармен қоршалған, құмды кішкене алаңы бар табиғи лагунаға апарады. Метти әдемілігіне тәнті болып, неге ешкім келмейтінін сұрайды. Джош балықшылардың бұл жерді қарғыс атқан санайтынын, тіпті адамдардың жоғалып кеткенін айтады. Хелен әлеуметтік желіге салуға асығады, бірақ Джош оған тек ләззат алуын сұрап, су өткізбейтін телефонды скутердің ішіне салып қояды. Естелік қалдырғысы келген Хелен Меттидің пластик қапшықтағы телефонды сұрайды. Біраз уақыттан кейін Джош Хеленді скутермен серуендетеді, ал Метти үрлемелі матраста демалады. Екеуі жылдамдықты арттырып ойнап жүріп, абайсызда бір нәрсеге соғылып, суға құлайды. Су бетіне шыққанда Хелен Меттидің матрасына шығады. Джош скутерді тексеруге барады. Ол көтерілгенде, оларды соқтырғанның тас емес, үлкен теңіз жаратылысы екені ашылады. Жас жігіт суға лақтырылып дүрліктіреді. Өкінішке орай, өзін құтқара алмай, түпке сүйреледі. Қыздар қандақтарын және су астындағы үлкен қозғалысты көріп, үрейленеді. Жоғарыдағы тасты көздеріне іліп, абайлап қарай жүзеді. Бірақ кенет үлкен орка шығып, қан шашыратады. Қорыққан қыздар тез жүзіп, тасқа жетуге тырысады. Бірақ матрастың арқаны тартылып, оларды кері сүйрейді. Бұл жануардың ақылды екенін және бәрін әдейі істегенін көрсетеді. Қыздар үмітсіздікке батады. Метти арқанды тартып көреді. Орка қасыларынан өтіп қорқытады, бірақ тікелей шабуыл жасамайды. Осы кезде Метти есту аппаратынан дыбыс естиді. Кенет жаратылыс матрастың қасынан шығып, аузы қанға боялған күйі көрінеді. Су астында айналып жүріп, қыздарды құлатып жібермеуге тырысады. Метти орка жақындағанда секіріп, тез жүзу керектігін айтады. Бірақ сол сәтте Метти суға түсіп кетеді, дыбысты қайта естиді. Хелен тасқа шығып, өзін құтқарады. Метти матраста қалады, арқан су түбіндегі скутерге байланған. Қыз сөмкесін Хеленге лақтырып, жаңа қашу мүмкіндігін күтеді. Кенет арқан тартылып, матрас желі шығады. Суға түскен Метти орканың шабуылынан әрең құтылады. Бәрі тынышталған сияқты. Қыздар жарақаттарын байлап, Хеленнің санын Меттидің аяғын таңады. Олар болған жайтты талқылап, Метти бұл Сето екенін айтады. Орканың тұтқында болмағанда адамға шабуыл жасамағанын, ал бұл жердің де жасанды тор екенін түсінеді. Сірә, парк оны теңізге жіберген, бірақ толқын көтерілгенде осы жерге қамалып қалған немесе әдейі осылай істеген. Уақыт өтеді. Оларда тамақ, су жоқ, скутер батқан, ал айналада адам өлтіруші жыртқыш жүреді. Біраз уақыт үмітсіздікке беріліп, айқайлайды, бірақ пайдасы жоқ. Шамаларын сақтау керектігін түсінеді.
Бірнеше сағаттан кейін Хелен қайықты көреді, бірақ дауыстары жетпейді. Ал айқайлары су астындағы оркаға жақсы естіледі. Хелен неге бұлай істеп жатқанын сұрайды. Мэтти жануарды кінәламайды, өйткені ол 20 жыл тұтқында болған, адамдарға ашулануы түсінікті дейді. Мэтти Джоштың сынған қолынан шамшырақты алады. Хелен Мэттидің пластик қапшығын үрлеп, ішіне ауа толтырып, су жинайды. Түнде шамшырақпен сигнал береді, бірақ ешкім келмейді. Шаршап, бір-бірін жұбатып, ұйықтап қалады. Таң атқанда күн ыстық. Ұзақ тұрса, ыстық, аштық, шөлден өледі. Хеленнің идеясы жұмыс істеп, қапшықта таза су жиналады, бірақ аз ғана. Мэтти бірге шығатынын, бұл оқиғаны айтып беретінін айтып, досым демейді. Аштық мазалай бастағанда, тасқа жабысқан теңіз тіршілігін есіне алады. Мэтти абайлап суға түсіп, оны жинамақ болады. Орка қасынан өтіп қорқытады, бірақ Мэтти тез жинап шығады. Қолдарына түскен теңіз тіршілігін ашу қиын. Мэтти Чарли сыйлаған алқаның кішкентай қорабын сындырып, өткір бөлігін пайдаланады. Екеуі ашы дәмін көтере тұрып, жеп қояды. Күн батып түн түседі. Ешкім келмейді. Қыздар бір-бірінен ажырап қалған жылдары туралы әңгімелесіп, балалықтан келе жатқан достықтарын бағалайды. Хелен бәрін түзеткісі келгенін, бірақ кейбір қателіктерін айтады. Кінә сезімі басып, Мэттиді осы жерге әкелгеніне өкіне. Мэтти оны жұбатады. Бірақ Хелен шынайы дос мұндай қателік жасамайтынын айтып, күнәсін мойындайды. Мэтти колледж ақысын төлеп, үйге көмектесіп жүргенде, Хелен ұрлық ұйымдастырып, серігімен ақша бөлісіпті. Чарли өлген түнде мейрамхананы тонамақ болған, бірақ олардың әлі сонда екенін білмеген. Қарақшының қаруы барын да білмеген. Осының салдарынан Мэтти естімей қалған. Бұл мойындау Мэттиді қатты күйзелтеді. Ол ашуланып, Хеленге сөйлегісі келмейді. Махаббаты мен болашағынан айырылғанына өкінеді. Есту аппараттарын шешіп, досының даусын естімей қояды. Тағы бір күн өтеді. Екеуінің арасы суық. Хелен құмды алаңға жақын тасқа жүзіп өтпек болады, өйткені онда көріну мүмкіндігі жоғары. Мэтти естімейді, бірақ Хеленнің жүзіп бара жатқанын көреді де, қайтуын сұрайды. Бірақ Хелен жалғастырады. Осы кезде орка бетке шығып, жақындайды. Хелен қорқып, жылдам жүзеді. Орка асықпайды. Мэтти ойланып, суға секіріп, жануарды өзіне тартады. Жоспар жұмыс істейді. Орка Мэттиге қарай жүзеді, ал ол тасқа шығып үлгереді. Хелен құмға аман жетеді. Көп ұзамай ұшақ ұшып өтеді. Хелен құмға қиыншылық сигналын салады, бірақ байқалмайды. Айқайлағанмен ұшақ естімейді. Хелен суға кіріп, тізесіне дейін батады. Мэтти ескертуге тырысады, бірақ кеш. Орка кенет шығып, Хеленнің аяғын тістеп, суға сүйрейді. Мэтти досының әрең шыққанын көреді. Хелен құмға сүйреліп шығады, бірақ жарақаты ауыр, қан көп кетіп, сол жерде қайтыс болады. Мэтти тағы бір жақсы адамынан айырылады. Түнде шамшырақтың батареясы бітеді, есту аппараты да өшеді. Мэтти ештеңе естімейді. Қатты жаңбыр жауа бастайды. Ол жаңбыр суын ішеді. Кенет орка шығып, оған қарайды. Мэтти жануардың ашулы, қайғылы, қайтадан тұтқында қалғанын түсінеді. Оның әрекеттерін ақтайды. Сито да бәрінен айырылған. Орка қайта суға батады. Мэтти мүмкіндікті пайдаланып, жақын жерге жүзеді. Хеленнің мәйітіне жетіп жылайды. Кейін оны құрметтеп жерлейді. Содан соң Хеленнің су өткізбейтін телефонды скутерде қалғанын есіне алып, алуға батыл шешім қабылдайды. Суға сүңгіп, тез тауып алады. Бетке шыққанда сынған виолончельдің темір тұтқасын тастайды. Телефонды қосып, төтенше қоңырау шалмақ болады, бірақ құрал бұзылып өшеді. Мэтти тасқа жете алмай, айналада жыртқыш жүрген күйі су бетінде қалады.
қайтасы көтерге сүңгіп паналайды. Алқасы су түбіндегі тасқа ілініп қалады. Оны үзіп алып, темір тұтқаны қолына алады. Бетке шығып, орканың көзіне шанышқылап қорқытады. Біраз уақыттан кейін Мэтти ес-түссіз қалқып жүреді. Бақытына орай, құтқарушылар келіп, оны алып кетеді. Соңғы көріністе Мэтти қайтадан керемет ойнап жатыр. Өміріндегі барлық сезімдерін, оқиғаларын әдемі әуенге айналдырады. Ол бақытты, өйткені бұл достарының да арманы еді. Ал қорқынышты орканың жасанды лагунадағы тұтқыннан босатылғаны ашық айтылмайды, бірақ ол жер енді оның мекені болып қалғаны ықтимал.